Достар, сәлеметсіздер ме? Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал бүгін біз сіздермен творожный ватрушки жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге қантты, дрожжіні салып, және аздаған ұн салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Және де бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоятын боламыз. Бетінде шапочка пайда болуы қажет. Неке көріп тұрғандарыңыздай ашытқымыз көпіршіді, енді үстінен тұз саламыз, жұмыртқаны және сұйық майымызды құйып, сәл араластырып, қалған ұнымызды шетінен салып отырып, алдымен қасықпен араластырып отырамыз. Одан кейін қолмен илеп жалғастырып, қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып ашытамыз. Ал енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбені бір ыдысқа саламыз. Үстінен жұмыртқамызды саламыз, ванилинімізді және дәміне қарай қант салып, блендердің көмегімен біркелкі болғанша еземіз. Блендерларыңыз жоқ болса, сүзгіннің көмегімен екі қайтара өткізсеңіздер де болады. Ашыған дайын қамырымызды столдың үстіне сәл сумай жағып, біркелкі екіге бөлеміз және әр бөлікті 6 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде барлығы 12 күлше шығуы қажет. Осы дайын болған күлшелеріміздің бетін орамалмен жауып, тағы да 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Одан кейін табамызға тізіп, түбі тегіс стақанның көмегімен барлық күлшелердің ортасын басып шығамыз. Дәл осы ортасына біз жаңағы сүзбелі массамызды саламыз. Әр күлшеге, яғни әр булочкемізге 1-1 шай қасықтан кетіп отырады. Барлығын біркелкі бөліп салып шығамыз. Салмасын салып шыққаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, тағы да 15 минутқа қоямыз. Одан кейін тағы да көтерілген булочкаларымыздың шет-шетін жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада пісіретін боламыз. Мінекей біздің ватрушкеміз дайын болды. Жұп-жұмсақ, салмасы да нәзік, қамыры да нәзік, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Баршаңызға рахмет.